Марфуға Айтқожина. Қазақтың жыр аққуы атанған ақын. Марфуға Айтқожина жырлаған жырлар ақынның өзіндік толғаныстары, өзіндік түйіні көзге шалынып отырады. Ол табиғаттың басқалар көрмеген жаңа бір көріністерін, жұмбақ сырларын, әсем сұлулығын ашуға бар ынтасын қояды. Автор жайлы айтар болсақ, Марфуға Айтқожина 1936 жылы 25 тамызда Құлжа қаласында дүниеге келген. 1956 жылы Құлжадағы қыздар гимназиясын, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетін, Мәскеудегі жоғары әдеби курсты бітірген. 1961-1969 жылдары Қазақ әдебиеті, Қазақстан мұғалімі газеттерінде әдеби қызметкер болып істеді. Алғашында өлеңдер жинағы «Балқұрақ» деген атпен 1962 жылы жарияланды. Ақындар аллеясында ақиық ақын Марфуға Айтқожинаның 85 жылдығына орай шығармашылықтарын ұсына отырып, шағын өлеңдерінен халықтан тарту ұсынылды. Марфуға Айтқожа, періште күн, сыбырлап құлағыма сұлу үнін, тұрғандай айтып маған сыры мұңын, сезімнің сақтай білген сұңғақ бейнен тұрады көз алдында күні бүгін. Марфуға Айтқожа, Түркістан. Толассыз күндер өтеді кіл, өтеді айлар, өтеді жыл. Қаратаудан асырып көшіп, үдере көшкен бабалардың мекені бұл. Мен солардың көзі болып саналамын, бұл өмірдің мол енші бар араларын. Түркістан қара шаңырағы қасиетті бабалардың енді өзіне тоқтаусыз жөнелемін. Өрісіген өркенді өрелелім. Түркістан құт мекені батырлықтың, осынау ел көзіндей көнелердің. Қардыған сабыт тұлы жауынбаймын, мінездің бай өзінде жауынбайтын. Бейнесін жеңдікпен тартып алсам, несі бар жақсы өлімнің басылмайтын. Күлімдісі бола алман жанды егістен, жемісін қолдан бейіннің жырда егістен. Қуанышым бақыттың бәрі өзіңнен, сен тұрғанда өмірде жайлы есім. Ақынның ұрпаққа ұран болған жырларын елі де, ақынның ой мен сезімі астасқан жырларын жаттаған жас қауым да ешқашан есте шығармайды деп сенеміз. Ақынның 85 жылдық мерейлі тойы құтты болсын. Ақын апамызға шығармашылық табыстар тілейміз.